Мен Аридол, бүгін сіздермен бірге слайм жасайтын боламыз. Және де слайм бастамас бұрын сіздерге айтқым келіп тұрғаны, мен енді заказ қабылдайтын боламын, яғни слаймдарға. Және де сіздер заказ бергілеріңіз келсе, маған жазсаңыздар болады. Бірінші біз ыдысқа шампуньді құйып аламыз. Мен бұл рецептті интернеттен көрдім. Орташа құямын. Және де бізге духи керек. Менде осындай. Мен женский духидан істеп көрдім, бірақ менде шықпады. Негізінде арзан духи алу керек. Менде осы ғана духи бар. Осындай духи бар, тек қана арзан емес. Енді бұның бәрін араластырамыз. Енді бұны морозильникке 10 минутқа қоямыз. Біздің бірінші слаймымыз морозильникте тұрғанша біз екінші слаймға көшеміз. Ол үшін бізге зубный паста керек. Мен үйімде осындай зубный паста. Біз осынша қосамыз. Және де біз бұған шекер қосамыз. Енді бұның бәрін араластырып аламыз. Мен тағы да кішкене қостым. Біздің зубный пастамыз уже сайын алып жатыр. Енді біз бұған краситель қосамыз. Мен бәрі аппақ болмай бермесін деп осындай жасыл краситель қосатын. Енді бұның бәрін араластырамыз. Осындай ашық түс болып келсе. Енді біз бұған кішкене фейри қосуымыз керек, достар. Бұл фейри. Енді бұны араластырамыз. Достар, мен тағы да кішкене зубный паста қостым, себебі фейриді көп қосып болған сияқтымын. Сондықтан біз енді бұны микроволновкаға 10 секундқа қоямыз. Мен достар, бағанағы тоғырған ол себебі біз бағана ана жерін қағаз тұрып қалған, сондықтан ол тоғырып кетті. Міне, бізге енді бұны суығанша күтуіміз керек. Мен достар, сахарный пудра қоямыз енді. Достар, мен бұны ойлап тапқан жоқпын. Бұны мен интернеттен көргеннен кейін тексеріп көрейін деп шештім. Сол адамдардың бәрінде шығып жатыр. Енді бұны араластырамыз. Мен достар, біз 3 қасық сахарный пудра қостық. Бізде осындай густой болды, кәдімгідей қою болды. Достар, мен тағы да бір қасық сахарный пудра қостым. Бізде осындай болды. Бүйсіға тартылады. Бірақ қолға жабысады. Біз бұны енді морозильникке қоямыз 5 минутқа. Мен достар, бірінші слаймымызды алдық. Қолға жабыспайды қатты. Кішкене жабыспаса, енді бұның бәрін араластыру керек. Мен достар, қараңыздар. Кәдімгідей желейный слайм болды десем де болады. Мен достар, біз тағы да духи септік. Және де қолға что-то жабысады. Достар, бұл рецепт істемейді. То есть жұмыс істемейді, полный өтірік десем де болады. Бірақ көбісінде осы духимен істеген слайм шыға бастады. Ал менде бұл рецептті сіздерге кеңес бермеймін, достар. Бұл соки өтірік. Достар, енді тағы да эксперимент қылып көремін. Мен тағы да сахарный пудра қосамын. Себебі слаймды лақтырғым келіп тұрған жоқ. Босқан. Сондықтан бұны араластырамыз. Достар, біз оператор екеуміз таңғалып отқанымыз, біз сахарный пудраны қосқан сайын біздің слаймымыз үлкен болып жатыр. Міне достар, біз 50 грамм сахарный пудраны қостық. Және де біз қазір бұны араластырып аламыз. Достар, мынау бізде слайм емес, генетический песок болды, достар. Негізінде мен слайм болады деп ойлап жатқанмын. Бірақ біз шампуньді бекер лақтырған жоқпыз. Зато осындай песок істедік. Бұл енді қолға жабыспайды, достар. Ойнасаңыздар болады. Бірақ бұлдан ешқандай резон шықпайды.
зато достар мен сияқты осындай фигура істеп қойсаңыздар болады. Және де бұны күн жаққа қойып қойсаңыздар қатып қалады. Мысалы, бір мүсін жасасаңыздар болады. Сосын ол қатып қалады да, сосын тұрады. Бірақ маған ұнады, шынымды айтайын. Вау, стрессім түсіреді кішкене. Бірақ өте керемет. Маған ұнады. Енді екінші слаймымызды көрейік. Менің достар, 10 минуттай болды. Тұрғанына кәсіптермен бірге ашып көрейік. Боламыз. Осындай мороженое болып піссе. Вау, достар, қолға жабыспайды, қараңыздар. Қолға жабыспайды. Вообще жабыспайды, достар. Достар, тағы да тұру керек пе? Мен қараңыздар, бірақ өте күшті тартылады. Және де бұны қазір мен қараңыздар. Менің ойымша, мен одан алдым кішкене тағы да сахарный пудра қоссам шығатын бе еді, достар. Или өздеріңіз үйде кішкене тағы да менен де көп сахарный пудра қосып көріңіздер. Сол кезде сіздерде бұдан да күшті болуы мүмкін. Мен достар, мен қолымды майладым. Енді қараңыздар. Қолға былай жабыспайды, бірақ өте күшті тартылады. Вау. Өте керемет, бірақ шынымды айтайын, қолға жабысады. Және де бұны біз тағы да қоюымыз керек еді. Менің достар, бізде осымен бітті. Айтқым келіп тұрғаны, және де менің видеоларымды не шыққан қалайсыздар келесі, әлде кукинг ба, әлде слаймдар шыққан қалайсыздар ма, комментарияға жазып кетіңіздер. Және де мен слаймдарды заказға қабылдаймын дегенімді де ұмытпаңыздар. Ал егер де сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, және де менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.